Kim al bizim duvarımı, hangi balar özgürmüş öz zamandı. Al ulu can, adam derdin adamı, жақшылыққа арышталат адамы. Ал ulu can, adam derdin adamı, жақшылыққа арышталат адамы. Ата жұртқа күні түні қам жейбе, айтчаларып тамақ ішіп нан жейбе. Отырғанда көше сөйлеп сабақты, оқушыны ойлап ішіп тамақты. Кеш кіргенше мектебінен шықпайбы, айтчаның ойға барса ұқтайбы. Сабақ қылса капчығына күш береді, ұқтаса да оқушының күш көреді. Мұғалім кеп қатқырауы күлеуі, елге оқшық тойларды жүреуі. Күлгеннен ой басқаны күліп, аш тойларды анда-санда көрді. Чарчабайбы, ызучудан баладан, үйге барып іш қылауы аладан. Мектепті да, үйді да қардақтан, екіншігі аны ешқашан шаршатпайды. Елімдің мисалғанды қол жойбы, компьютерді ойындарды ойнайбы. Андай қылса, сабақ қалады, іш қалады. Андан көрі план жазап тұтмалады. Аның емге башқалардан кем біле, пара алып байып кетпейді неге. Коррупцияны, жемқорлықты жек көреді. Таза іште, таза жашуын өткөреді. Қапчығында айтшы қанша теңге бар, жөндегі көп сумкасында елне бар. Анда болбойды. Ақша сүймей адаттар сөмкесінде бор қалемсап барақта. Емгек менен өтөтөкен ай жылын айтшы қанша ал адамдың айлығы. Мен жооп берсем, жалған айтқан болып бо, өкмөт экен жооп берсин болса болба. Мұғалим қандай жешке жайлаган, барбанын машине сайын шалқалақтап жүрөт сайын жүгіріп, машинкеде келет күнде тығылып. Көңіл аны қачан толып жай болады, айтшы қачан ал мұғалим бай болады. Бақтылылық ар бир жашоо бермене, ал бай болады айран алған күндері. Сөздер алат неге жақшы көрішет, бош болса эле ушакташа беришет. Бири-биринен тажрыйба көп алып, сөйлеселе окуучулук кеп калат. Неге алардын белим нуру төгүлөт, улгайса да жап-жаш бойдон көрүнөт. Окуучудан кагып алат баксырын, ошон үчүн сактап калат жаштыгын. Айлык аз деп алып сой китепке, талап коюп чыкпайт эмне пикетке. Байлык эмес, белимиздик жаныбыз бар дүйнөгө кылат алар кайын. 30-40 жыл иштей берет бир жерде, анын орду керектир кээ бирлерге. Көп жыл иштейт бир орунда булар үчүн аз айлыкка кимдин көзү кызарсын. Агайлар жок, мектеп азап жекпейби? Агай деген сөз жоголуп кетпейби? Азырынча бар агайдын кабары, сактап турат физкультура сабагы. Байрамыңыздар менен.